Салем достар, мен көп рет жақсы қыз синдромы туралы айтқан болатынмын. Енді содан қалай құтыламыз? Жолдарын айтып кетемін. Менің өмірімде жақсы қыз синдромы басты рөлді алған синдромдардың бірі. Сондықтан синдромдардың бірі деп көп синдром бар сияқты айтпай қояйын, бірақ та синдром бар осы. И одан қалай құтылып жүрмін және өзімді қалай сезіндім. Бірінші басында өзіңде сондай синдром бар екенін білген соң сен өз-өзіңді емдей бастайсың. Сол үшін біреу сенің шекараңнан шықса, біреу саған дұрыс емес сөйлесе, сен уже айғайлай бастайсың, жындана бастайсың. Бірақ слишком жаңағы өзіңді стерва сезініп, тәкаппар сезініп, жаңағы басқа адамдарды онша емес көріп кетуің мүмкін. Сол үшін жай ғана маған олай болмайды деп ересек позицияда айтып үйрену керек. Яғни ренжігіш, кішкентай бала секілді емес, кәдімгі үлкен адамдар сияқты. Маған бұлай жасама, сенің айтқаның ұнамады деген секілді сөздерді айтып үйрену керек. Екіншіден, өзіңе мінсіз болуға, яғни сен өзіңе әрдайым әдемі болу керекпін, аналарға мынаған ұнау керекпін дейтін болса, осы синдромды осы синдром бар екенін білгеннен кейін емделудің ең бірінші кезеңі ол ешқандай мысалы бояқсыз, боямаусыз, өзіңе қалай прическа жасағың келеді солай жүре беріп, солай үйрену керек. Өзіңнен идеальный болуды күтпеу керек. Идеальный фотоға, видеоға түсуді де күтпеу керек. Қалай бар, солай түсе беру керек. Вот, оңай. Үшіншіден, өзіңді кінәлап, ұрыспау. Яғни өзің мысалы шекараны қорғай алмай қалдың. Болмаса қайтадан сол жақсы синдромына қайтадан кетіп қаласың, қайтадан емделіп келе жатып, қайтадан сондай сенің психологияң ұсталып қалады, бір жаңадан бір жерге барған кезде деген секілді. Бұл кезде де жаңағы өзіңді мен емделмедім ба деп ұрсып, жаңағы кінәлауға болмайды. Наоборот, өзіңе қолдау білдіріп, өзіңе рахмет айтып жүру керек.